Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүм, кайрадан эфирден жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Ар бир эфир билесиздер, жүрөктөн жана сүйүү менен жасаларын. Бул ирет өзгөчө эфир болот. Анткени бир гана Кыргызстанда гана эмес, казактын кызы, бирок Кыргызстанда өзгөчө сүйүүгө ээ болгон мыкты коногум бар. Андыктан алдыңкы мүнөттө биз менен чогуу болуңуздар. Салам Айзада долбоорунун бүгүн өзгөчө коногу бар. Атарытып алыстан келип калган казак элинин кереметтүү кызы. Бирок анын блогунда кыргызстандыктар өзгөчө колдоого ээ. Блогер, ырчы, бейчи Бирболайык долбоорунун катышуучусу, биз сүйгөн, урматтаган Бота Мия конокто тосуп алыңыздар. Бота, Кыргызстанга кош келипсиз. Көргөнүмө кубанычтамын. Бул гүл сизге болсун. Биздин көрөрмандардын суранычы боюнча Бота бүгүнкү биздин программабыздын коногу. Көргөнүңүзгө аябай кубанычтабыз. Сиздин ордуңуз мына ушул жерде. Ордуктардан орун алыңыз. Калайсыздар? Үлкен рахмет. Лавис ар бир тамчысы ырахат жана жагымдуу сергектик коштогон толук майрам. Анардын данындай жашооңузду жарык учурлар менен байытыңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшүңүз жана жаңылыктарга ачык болуңуз. Лавис тренд жаратуучу бренд. У каждого есть мечта. Ваши мечты – наша забота. Агентство недвижимости Мерим Инвест. Салам Айзада долбоору бүгүнкү эфир өзгөчө, анткени алыстан келип бүгүнкү кыргыз көрөрмандарына өзгөчө маанайды, атмосфераны тартуулайын деп отурган Бота Мия бизде конокто. Бота, кош келипсиз. Кош көрдүк. Маанайыңыз жакшыбы? Барлыгы жакшы. Шакыртууларыңызга үлкен рахмет. Энди күтпедим, аяк астынан шакыртуу болду. Сонун кабыл алып, силерге келип калдык. Кубанычтабыз. Чарчаган жоксузбу? Жол алыс, Алматыдан Бишкекке 3-4 саат. Жок, биз үйрөнүп калдык. 2 жыл болду ғой. Алматы, Бишкек, көршү элге барып келе бересиң. Катты алыс эмес. Жакшы көрөбүз Кыргызстанды. Сол үчүн келе беремиз, чакырган сайын. Мен ойлоп атам, Ботаны Кыргызстанга эле алып калыш керек болчу депчи. Сен ушул 2 айда, 3 айда бир келбестен Кыргыздын бир кала сал деп. Ушул жакта калып калсаң жакшы болмок да. Анткени биз кыргыз менен казак бул бир боор эл, дос эл деп айтып коет. Учурунда мынакей төкмө акыныбыз Майра Керим кызы бар. Ал биздин ушул казак кызы болсо дагы кыргыз жигитине турмушка чыгып, аябай жакшы турмуш курган, биздин сүйүктүү апкебиз деп айтабыз, мындайча айткандачы. Жашоо кандай болуп атат, Бота, айтчы, азыркы учурда? Азыркы таңда жаңалыктардан эсип жаткан шығарсыздар енді. Көрүп жаткан шығарсыздар. Осы жазда турмуш кургалы жатырмын. Болсун. Иә, соған енді қазір дайындық бізде. Өзім блогым бар, жұмысым сол жақта. Жаңалықтар енді ата-анасымен таныстық жігітімізбен. Енді Алла қаласа некемізді қидырып, тойды күзге тамам бекен, жаздың соңына тамам бекен енді жасайтын боламыз. Міндетті түрде көретін боласыздар онлайн-десін. Той боло турган болсо, биз командабыз менен суранып алалы, Казакстанга сиздин тоюңузга баралы. Міндетті түрде. Болду, мына эфирден жообун алып алдык. Эгерде Казакстанда той болуп биз барбай кала турган болсок, анда Ботага комментарийге жазып жүрөбүз. Биз кайда, Бота деп. Бота, айтчы, негизи эле сиздин элге таанылып, жылдыз болуп, блог алып барып, бир аз убакыттын ичинде өзүңүздү тапкандайсыз да? Бул мүмкүнчүлүктү кайдан алдыңыз? Бул энергия кайда бар эле сизде? Азыркы таңда өзүм блогум жайлы сурап жатсыз ғой, өздеріңіз білетіндей Бирболайык деген бағдарламадан басталды барлығы. Осыдан 3 жыл бұрын Бирболайык енді көрермендері бар шығар, сіздердің оқырмандарыңыздың ортасында да. Сол жерден бастап алды. 3 жыл бұрын аяқ астынан енді өмір солай жетелеп келді сол бағдарламаға. Аяқ астынан түстім. Жоқ, мен Бирболайыкка қатысушы болам деген болмады. Өмір өзі алып келді сол жаққа. Қатысушы болдық. 2 жыл қатыстым. 2 жыл болуп кетти, билинбейли. 5-ші сезон, 6-ші сезон деген сияқты. 6-ші сезонда білесіздер өздеріңіз қандай жаңалықтар болғанын, көбісі қырғыз еліне келін болады деген сияқты. Бірақ тағдыр өзіміздің қазақ балаға
жолықтырды. Иә. Сол жақтан бастап алды. Сол жақта мен өзім инстаграмды жүргізіп бастадым. Жаңағы стористарым жүргізем, рилстар түсіріп бастаймын. Қызығушылық күннен күнге енді арта бастады. Маған тіркелген оқырмандар күтеді. Бота сторис қайда? Бота бүгін не істедің? Мен негізі басында бимен бастадым ғой. Тек қана биді салатынмын. Таңнан кешке дейін тренировка, таңнан кешке дейін би, бота сен биіңді жақсы көреміз деп. Солай аудиториям күннен күнге өсіп, қазір енді осылай қазақ елінің, қырғыз елінің ортақ блогер қызы болып отырмыз. Азаматсыз, мага дагы сизди блог алып барганыңыз аябай жагат, идеяңыз аябай жагат. Ушул идеяны кайдан аласыз? Сизге энергияны ушун боюнча ушул сценарийлерди келечектеги жолдошуңуз, азыркы учурда жигитиңиз идея берет экен, Иә. Негизи бәрін өзім ойлап табамын деп айтпаймын, өйткені біздің алдымызда оның бәрі ойлап табылып қойған. Тек қана өзімнің бір видеоны көрсем, мен ойлаймын, мына видеоға мен не қосалам? И өзімнің идеямды қосам да, оны ауыстырамын, сөйтіп басқа видео болып шығады ең соңында. Бәлкім сол менің өзім оқырмандарымды тартады шығар. Негізінде шындығын айтқанда, қазір социальный видеолар түсіп жатырмын ғой. Жігітім сценарий жазып береді маған, біз соны халықпен бөлісеміз деген сияқты. Халықта жүрегіне өтеді ол видеолар. Бұрында TikTok билейтінбіз, енді жай TikTok билеп салып қоямыз, бейім салып қоям. Қазір енді кішкене оқырман үлкейген сайын, аудитория үлкейген сайын, ол кісілерге үлкен нәрсе беру керек та. Всегда одно и то же не может дать. Скучно будет. И мен жұмыс істеймін оған әрдайым, әр бағытта биімді салам, социальный видео салам. Ойлаймын, неге мен социальный видеоларым көп ұнайды адамдарға. Негізінде қазір кімде өмірінде сондай бір проблемалар болады. Мен әртүрлі проблеманы көтерем. Үйдегі әйел мен күйеуінің арақатынасы, ата-анамен арақатынас, көп проблемаларды көтерем. Ол менің көрермендерім жүрегіне жетеді. Сосын ойлаймын, неге менің түсіргенім жетеді ол? Сұрақ қоямын өз-өзіме. Бұрында мен ол нәрселерде өзім өткенмін. Үйдегі проблема, жігітпенен де проблема. Оның барлығын көргеннен кейін, жылдар өте келе, менде бір мудрость пайда болды да. И мен ойлаймын, мен ғана емес қой бұл проблеманы өткен. Бұл проблеманы өтетін қанша оқырман бар. И мен соны бөлісем, адамдарға өтеді, потому что они видят себя. И я сейчас ловлю коннект с аудиторией. Қорықпаймын, жаман көрініп қалам ба деп, не болмаса бір өзімді басқа бағыттан жаман көрініп қалады. Жоқ, қорықпаймын. Қалай бар солай көрсетем. Экспериментке әрдайым даяр екенсіз. Мен даже қазір маған бір парик кигізіп отыр десеңде, мен парикпен отыра беремін. То есть мен любой образды қабылдай аламын. Мен тек қана биді салуым керек, мен тек қана өзім өмірімді салуым керек деп отырмаймын. Халыққа не ұнайды, мен соны берем. Мен халықтың адамы болып жатырмын енді. Алла беріп қойды сондай статусты. Қуаныштамын. Мен шындығында сіздің блогыңызды бұға чейін деле мындай қызық деген интересный деп қойдық қой, сол жақтан шыққанда қарап қойчумун. Бирок соңку учурда сизге катталдым, сиздин подписчицаңызмын. Анан идеяларыңызды көрүп, чындыгында баягы бир видеодон же өзүңдүн сулуулугуңду, же болбосо татынакай экениңди, же фигураң кандай экениңди көрсөтпөстөн, элге бир тарбия берүүчү, маданияттуу видеороликтерди тартып баштадың. Мына ошол нерсең дагы мага аябай жакты. Ошол видеороликтердин артынан биз ушу программага сизди чакырууга аракет кылдык. Анан айтсаңыз, негизи эле мына ушундай чоң аудитория болуп жатканда ой пикир айтылат, негатив айтылат. Хейтерлер бар. Сизде хейтерлер барбы? Міндетті түрде. Мен негизи осы жолым хейтерлерден басталды. Мен халықтың алдына шығып, сәлем, мен ботамиямын, мені жақсы көріңдер деген жоқпын. Мені шыға салып бірден жақсы көрген жоқ халық. Өйткені менің өзім своеобразная была. То есть я же говорю, я не боялась хейта. И мен бір болайыққа барғанда да ашық топикпен, ашық шортикпен фото сала берем, high heels деген биді билей берем. Это же сексуальный танец. Мен оны сексуалды тұрғыдан қарамаймын. Мен оны өзімнің женский энергиямды бөлісіп жатырмын қыздармен. Қыздар, сіздер де осылай билеп, өздеріңіз женственно бола аласыздар деген оймен салам да. Ал оны халық вот она, ищет себе мужа через танцы, деп анандай. Вот она испорченная, пониже видно, вот она открыто одевается. И менде бір болайықтан бастап, үлкен хейтпен басталды. Отбасым қабылдамады, неге бір болайыққа барасың. Біздің менталитет қазақта ол нәрсеге дұрыс қарамайды негізінде. Қырғызда деле качан кыргыздын кызы эр издеген, күйөө издеген деген сыяктуу. Иә, сондай сөздер өте көп. Менің жолым сол хейттан басталды. Бірінші хейт ол үйден.
өзімнің отбасымнан басталған хейт. Папам ренжіп, әкем, неге сен ондай жерде ты нас позоришь деп, почему ты там участвуешь? Ты просто нас взяла, я опозорила деген сияқты. Мен ортақ тілде айтып жатырмын, орысша түсінікті болсын деп. Сондай басталды. Одан кейін оқырмандар жағынан хейт, биіме хейт. Одан клипқа түстім, ол клипқа да хейт болды. Просто тек өзімнің қалағанымды жасай бердім. Жарайды, хейт жаза берсін, бірақ келе-келе біледі ғой мен қандай адам екенімді. Қоймадым, жаза берсін. Жасаймын өзімдікін, сторис түсірем, рилстарым түсірем, клипқа қайтадан барам да түсе берем. Солай ешкімнен қорықпай, тек қана өзімнің ішкі инициативамен, ішкі отыммен десек болады. Солай қоймағандықтан қазір осындай жетістікке жетіп отырмын негізінде. Әуе қуаныштан бірақ башында ойлансаңыз керек, Иә. Неге негатив жазады деп. Сіз адамсыз да? Иә. Жүрегіңіз бар? Иә. Мен жылайтырмын. Мен үйге келем да жылаймын. Вот басқа қыздар жүр ғой, оларға ештеңе жазбайды. Мен бірдеңе істесем, маған ғана хейт жазады. Неге деп жылай беретін. Қазір түсінем, егер сен ол қиындықтан өтпесең, сен үлкен этапқа шыға алмайсың. Сол себепті мен ырзамын ол проблемаларға, ол хейтқа мені мықты қылдырды. Жақсы. Анан баягы бир болайык жөнүндө сүйлөшө турган болсок, чындыгында эле казак элинде, кыргыз элинде биздин маданиятыбыз, менталитетибиз бир да. Анан ошол баягы үй бүлөдө айтпадыңызбы? Мен жөнүндө неге бардың, бизди уят кылдың деген сыяктуу сөздөр айтылды. Азыр ал сөздөн баш тартса керек. Сейчас, мне кажется, все хорошо. Да, вот мен соңғы парақшамда бір рилс бар. Ешкімнің айтқанын тыңдамай, тек өзіңді тыңда. Сен өз өміріңнің авторысың деген. Сол негізінде неге мен ол видеоны түсірдім, өйткені менің өмірімнің сценарийі бар да. Егер мен ол сценарийдан өтпесем, мен ол видеоны түсінбеймін, и мен оны халыққа бере алмаймын. Мен өзім сол проблемадан өткеннен кейін халыққа бере аламын да. Өйткені әрбір қызда, әрбір адамда сондай проблема бар. Біз оны айта алмаймыз. Біз оны іштей жасырып қаламыз. Ладно, проблема болса, мамам айтып жатыр ғой, бармай қояйын. Жігітім айтып жатыр, он против, давайте я не буду участвовать. Хотя у меня есть голос, я могу петь, но родители же против. И көп қыздың ішінде сондай жұлдызды общество дейді ғой, орта жауап тастайды. Менде де сондай болды. Айтып отырмын ғой, жаңағы отбасым, бұрынғы ара қатынасымда да жоқ, сен билемейсің. Неге сен билейсің? Ты же будущая мать деген сияқты. Ал мен қазір билемесем де, бірақ мен ортасында өзім үшін билеймін, например. Сондай жағынан мықты болу керек қыз баласы. Әрқашан өз-өзіңе сену керексің да, что у меня все получится. Почему бы нет? Я же чувствую. И сондай сенде стержень болу керек. И мен сол видеоны түсірем, ол халыққа күшті өтеді. Өйткені әрбірінде сондай проблема. Видеолардың бәрі солай туады бізде. Демек, сіз өзіңіздің жашооңуздан алып эле аудиторияңызга кызыктуу кылып тартып коюп турбайсыз бе? Мен мисалы, мен деле блог алып барам, бирок мен аябай мисалы трендтерди тарткандан уялам. 2 миллиондон ашык катталуучум бар, бирок мындай. Мен өзүмдү журналист, теле алып баруучу катары эле көрсөтө берип турмун да. Жакынкы учурдан тарта гана TikTok'ту түшүнө баштадым. Заманбап, современный нерселер жасаш керек экендигин түшүнө баштадым. Мисалы, мага эмне кеңеш берет элеңиз менин блогума, мисалы, эгерде алып барыш үчүн эмне өзгөчөлүктөрдү киргизет элеңиз? Сиздин жасап жатканыңыздын өзү үлкен жетістік деп ойлойм. Енді тағы да бір жаңашылдық қалаймын десең, неге өзіңіздің ішіңіздегіні жасамасқа? Өйткені сізге ұнап тұрса, сіздің оқырмандарыңызға да ұнайды ол нәрсе. Өйткені оқырмандар сізге не үшін жазылады? Они хотят, как вы, они поражаются, да, вами, они восхищаются вами. И сіз ол кісілерге басқа жағыңызды көрсетсеңіз, они тоже будут это чувствовать. Блин, вот она же танцует, вот она и поет, она телеведущая, она еще тиктоки снимает, она свой продукт продает. Почему я не могу? То есть, керісінше сіз мотивация бере алатын сияқтысыз қыздарға. Мүмкін Алла тағала сізге осы жолды бір сіздің суперсилаңыз осы, сіз басқа қыздарға мотивация беру ретінде осы жолда шығарсыз. Сол себепті сіз қыздарға соны беру керексіз. Алла тағала жаймен жай ешкімді орын-орынмен қоймайды. Сіз жүргізуші болсаңыз, сізге қызығатын адамдар өте көп. Сіз өте көп қыздарға мотивация боласыз. Сол үшін сіз бәлкім осы орында отырған шығарсыз. Сол статусты алып жүру керек та, и соны бөлісу керек.
окурмандармен сол кезде менде күшті ушундай да мындай уялып тартынып мен тикток тартыш керекпи депчи мындай түсінем. мен деген мындай орчунду алып баруучумун мындай я более такая спокойная ведущая, я же должна вести программы, только быть ведущей, телеведущей. Вот у меня были установки, да? Да. А потом я поняла, что оказывается надо. Оказывается, это надо. Бірақ Для контента. да, для контента надо. Но тағы да бір жағынан қарасақ, егер ішіңізде, если вы этого не хотите, то не стоит этого делать. Надо все делать от любви. Сүйүүменен жасаш Сүйүүмен керек жасау экен. керек, иә. Тикток түсіріп жатыр, мен де тикток түсіремін дегенде, ол шықпайды бәрібір. Халық сезет, когда вы делаете от любви, когда вы делаете от понадобности. Они чувствуют это. И они идут туда, где есть любовь, они это чувствуют как-то. Бір аудиториямен сондай связь бар. Болады, бір реклама түсіру керек маған. Я этого не хочу снимать, но нужны деньги, но я это сниму, она не залетит. Точно. 100%. А если я делаю это от любви, она реально залетает. Это работает. Да. Я тоже замечала, что в моем блоге тоже бывают рекламы, которые нуждают, чтобы меня снимали, да? Ну, нужны же всем деньги, да? Снимаешься, а в конце не такой актив. Да. Айтсаңыз, контент боюнча канча командаңызда адам бар, ким кандай иштешет, алар менен кандай иштөө мүмкүнчүлүктөрү бар? Негізінде осы жолда бастапқыда мен өзім бастадым. Өзім телефонды алып қойып түсіре беретін. Қазіргі енді өзім жаңа аудиториям үлкейген сайын команда керек міндетті түрде. Менің жанымда өзім контент мейкерім бар. Күнде менің жанымда жаңағы мені түсіреді деген сияқты идея айтамыз. Бүгін сторисқа қандай тематика шығарамыз. Бүгін сторисқа давай социальный мына видеоны түсірейік. Сол тақырыпты сториста көтерейік. Оған біз прогрев жазайық. Арнайы халықтың вниманиясын аударайық өзімізге. Осы дүниемізді көрсетейік деген сияқты. Болмаса бір тренд шықты. Давайте сол трендті давай снимем по-другому. Все вот так снимают, а давай мы вот так попробуем. Да, по-своему. И это реально так работает. И менде прям официально 10 адам деп айта алмаймын. Менде фотографтар бар, реклама түсіретін бөлек видеограф бар, социальный видеоны түсіретін бөлек видеограф, фэшн түсіретін бөлек видеограф. То есть фэшн түсіретін видеографқа мен барып социальный видео түсірсем, ол түсіре алмайды, бере алмайды. Сол себепті әрістің өзінің маманы бар, өте келе тауып алдым өзім командамды. Видеографтар бар, фотографтар бар, өзім контент мейкерім. Вот сол кісілер. Флавис ар бир тамчысы ырахат жана жагымдуу сергектик коштогон толук майрам. Анардын данындай жашооңузду жарык учурлар менен байытыңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшүңүз жана жаңылыктарга ачык болуңуз. Флавис тренд жаратуучу бренд. У каждого есть мечта. Ваши мечты – наша забота. Агентство недвижимости Мерим Инвест. Сизден бир соңку интервьюңуздан видео көрүп калдым. Казак келини мындай болбош керек, тигиндей болбош керек дегенде, бирок мен азыр ушундай жабык кийинип калганым, хай хилсти бийлебей калгандыгымдын себеби бул жигитим болду депчи. Иә. Негізінде мынандай нәрсе бар. Қалай айтсам екен, саған біреу запрет қойса, істемейсің деп. Сен істегің келіп тұрады ғой. Когда тебе не говорят, когда тебе говорят, не одевай короткое платье. Не трогай, как ребенок, да? Хочется наоборот трогать. Наоборот, жасаған келеді. Сондай болады. Бізде Асқармен ол маған айтпады, сен билемейсің, сен қысқа кимейсің деп. Никогда так не говорил, никогда так не указывал. Ол былай береді. Блин, когда я одеваюсь, вот такой, блин, он такой, сегодня ты выглядишь шикарно. Бүгін өте әдемі болып тұрсың, көйлек саған қандай күшті жасады. А мен қысқа киіп шыққан кезде, ну, норм. Это как? В смысле норм? Солай уже. Мен өзімде ұзын киінгім келеді. Бірақ мен қазір де қысқа кие берем. Мен қысқа кимеймін демеймін. Киім десе кием. Бірақ максималды түрде осылай жабық киінген. Андай ғой, жас кезде жасағым келді. Мен жасадым. Жас кезде, ой, топикпен де, юбкамен де, күшті. Қазір уже мен 26-тамын ғой. Өмір өзгеріп жатыр. Кішкене өзімді басқа бағыттан ашқан дұрыс деп ойлаймын. Негізі ашық киімнен басқа да үлкен нәрселер бар.
өмірдің мәні ол емес негізінде. Ашық киіну, жабық киіну емес. ага кармалуунун кажети жок, Иә. Ашық киінсең де, жабық киінсең де өзің білесің, главное, какой ты человек на самом деле. Кубанычтамын. Анан бота сизди Кыргызстанга бизге таанымал кылууда бир болайык долбоорунда ушу кыргыз жигити болуп калды да, мындай эми айтыш керек, ачыгын айтыш керек. Иә. Кыргыз келини кылалы дедик эле, бирок болбой калды. Кудай буйрук экен, Иә. Анан айта кетсеңиз, ошол мамиле жөнүндө дагы да сизге айтыла берсе керек. Дагы да осы TikTok'то видеороликтер бар. Жигитиңиз кандай кабыл алат? Ол жағынан басында бізде түсініспеушіліктер болды. Все не так гладко, все не так красиво. Да. Просто андай ой, өзім сторисқа шығып проблемаларымды айтып, отношениямда мынандай болып жатыр деп, адамдардың өзінде проблема жетеді. Зачем я буду еще своими проблемами грузить? Сол үшін мен максимально стараюсь, плавно, легкость, артық ештеме проблема айтпаймын да. Енді осындай сұхбаттар сол үшін берілген шығар. Ашылып албетте айтылу үшін, иә. Арақатынастың басында болды. Мен Еділмен арақатынаста болғанда ол кісі ойлады, болды, осы жігітпен кетет шығар деген сияқты. Бірақ Еділмен енді болмай қалғандықтан үйленуге дейін бармадық. Одан кейін арақатынасым қазіргі жігітмен басталды. Қырғызстанда көп жазатын пост салсақ, сен Еділмен жарасасың, сен бұл жігітпен жараспайсың, сен бізге келін бол, оқиды бәрібір, көреді бәрібір. Маған прямой айтпайды, удали деп. Он просто вот так читает, типа такой, ну ладно. Я просто чувствую это, и айтатын, давай поговорим. И ашық айтатын, арақатынас болды, бірақ қазіргі таңда мен сеніменмін, менде ояқта ұялатын ештеме жоқ. Мен басым жерге қарап, ойбай дейтін ештеңем жоқ. Бәрі халықтың алдында, халық көрген арақатынас. Данный момент мен сеніменмін, сенің жаныңда мен бақыттымын. Сенімен бірге мен үлкен өмірге барғым келеді. Ең маңызы сол ғой. Со временем это все как-то уже все забылось. И қазіргі таңда он тоже принимает этот факт, я тоже принимаю. Стыдиться нечего. Халық білет, халықтың алдында болған нәрсе. И менің ойымша ештеме жаймен-жай болмайды. Сол арақатынастан мен де өстім, қырғыз аудиториям пайда болды деген сияқты, қырғыз халқынан. Я везде ищу плюсы. То есть все хорошо. Қуаныштамын. Анткени эми жолдошуңуздун, жигитиңиздин сиздин баягы карьераңызды, сиздин контентиңизди, сизди буга чейинки турмушка чейинки ботамияны колдогону өтө маанилүү да. Анан турмушка чыккандан кийин өзгөрүп кетпесе эле баардыгы ордунда болгону аябай кубанычтуу. Андан тышкары, мисалы, бир гана блогто эмес, профессионалдуу теле алып баруучу, теле жүргүзүүчү дейби сиздерди ошондой кызматтарга чакыра аласызбы? Жоқ, негізінде шындығын айту керек. Ондай бір телеведущий ретінде негізі оқырмандарым жазады. Бота, сен жақсы актриса болатын сияқтысың. Неге сен киноға шақырмайды? Режиссерлар қайда қарайды? Ты должна сниматься в кино деген сияқты жазады. И бірақ қазіргі таңда ондай бір үлкен ұсыныстар жоқ, шындығын айтқанда. Киноға шақырды. Бірақ маған ұнамайтын рөлдерге. Бір кісінің екінші әйелі болу, не болмаса там легкомысленный біреуде ойнау. Мен киноға түссем, боевикке түскім келеді, не болмаса бір исторический фильмдерға түскім келеді. Ал ведущийлыққа мен кішкене білімім жетпейді. Мен бірақ халықтың алдына шығып, мен ведущий болам деп айта алмаймын, өйткені профессиональности не хватает. Я лучше там в блоге, я себя чувствую прекрасно. И сол жақта қазір. У вас это очень хорошо получается. Да, болашақта егер өзім қалап, ведущий болғым келеді десем, білімімді арттырып қана барам ол салаға. Қуаныштамын. Анан бий деп атпайсызбы, трендтерди, мисалы, азыркы учурда кыргыз-казактын ортосундагы трендтерди тартып атасыздар. Бул билинбеген менен мамлекеттик деңгээлде кыргыз-казактын ортосундагы достукту бекемдейт да. Азыр телевидение, башка тармакка караганда элдер Инстаграмды көрүшөт, ТикТокту жакшыраак көрүшөт. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы жакында гана сиз Кыргызстанга келип, бир атайын контент тартып кеттиңиз. Ошол контент үчүн келдиңиз окшойт. Контент үчүн, бир рилс үчүн. Мен ошака келем, визажистка барамыз, образ дайындаймыз, сөйтіп тауға барамыз, аларчаға, видеомызды түсіреміз, содан қайтып келіп тамағымызды ішіп, бәрін бітіріп, қайттан қайтып кетеміз. Бүгін қандай болады ошондо? Азыр жолдон келдиңиз, ботаны эч ким айтпайт, жолдон келгенде мындай жакшынакай эле сонун бир жерде эс алып туруп, боенуп алып, көйнөгүн кийип келгендей эле, анан чарчабагандайсыз, күлүп жайнап.
Анан бул жумушту жакшы көргөндөн болсо керек, Иә, жақсы көргеннен. Менің подругаларым айтады, Бота, сен Қырғызстанға 1 жыл үшін барып келдің ба дейді. Я десем, ты капец, дейді ғой, тебе не лень? Я говорю, мне не лень, мне в кайф. Мен жақсы көремін. Мен білемін, менде қырғыз аудиториясы бар екенін. Неге қырғыз аудитория үшін келмеске, неге ол кісілерінде мейрамын бірге біздің мейраммен қосып тойламасқа аудитория болғандықтан мен сыйлаймын, қырғыз халқын өте қатты сыйлаймын. Мен де жақсы көретіндерін сеземін, сол үшін тек қана мені ғана қараңдар емес, мен де сіздерге пайдалы болайын деген сияқты контент. Одан мен ләззат аламын, маған ұнайды. Кубанычтабыз, биз да сизди аябай жакшы көрөбүз, сиздин контентиңизди көрөбүз, досторуңуз дагы азыр бизди көрүп турган болсо керек эле. Анан айыл жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Сиз баары бир кыргыз казак тоого жакын болобуз. Тоого, айылга, айыл апага сиз дагы аябай жакшы көрөт экенсиз. Айылга барып эс алганды, айылда жүргөндө бир береке бардай деп айтып калыптырсыз. Айылдын кызысызбы? Мен ауылдың қызымын. Бізде Алматыдан Нарынқол деген ауыл бар. Мен сол жақта туылғам. Ол жақта кәдімгідей таңғы сағат 6-да малдарды жайыққа жібереді, кешкі сағат күтіп алады, кешке сиыр сауамыз, сосын таңғы сағат сүтті тартамыз, қаймақ жасаймыз, май істейміз қолдан, жаңағы құрт жасаймыз, құртты қатырамыз. То есть соның барлығын мен жасағам. Только шек тазалауды ұмытып қалғам, мамам алдында тағы бір рет үйретті. Негізінде ол нәрселер маған ұнайды. Қазіргі таңда біздің жұмысымыз қалада, таңнан кешке дейін кофе, там пробки, салоны, вот так вот проходит. Сағынасың ауылды. Ауылдың тамағын, үйдің тамағын, ата әже, ол бөлек бір вайб қой. То есть мен одан қашпаймын, өзім сол жақтан шыққан қызбын ғой. Керісінше, ауылдан шыққан қыздарға мотивация ретінде шығар. Вот Бота да ауылдан шықты. Она вот смогла, о чем мечтала, почему я не могу деген сияқты бір мотивация берсем, күшті сияқты. Жігітіңіз айылға барып жашайлы, Бота десе мақұлсыз ба? Шындығын айтқанда, бірақ 100% ауылға барып тұра алмаймын. Өйткені мен ауыл ұнайды, вайб ұнайды, бірақ ол жаққа барып тұра алмаймын. Өйткені қазіргі таңда менің жұмысым ол Алматыда рекламалар, Алматыда уже договорлар, біздің видео барлығы ол целом Алматыда. Егер мен ауылға барып тұрсам, маған барып кету керек болады, көп проекттерден отказ беріп қалу керек болады, өйткені алыста болады. Сол себепті қазіргі таңда бірінші аяққа тұру керек, квартира алу керек деген сияқты, бизнес жасау керек деген сияқты, кішкене өсу керек, сол үшін қалада болам. Бірақ ауылды жақсы көремін. Жақсы, қуаныштабыз. Анан сізден ата-энеңизди умраға, Меккеге жөнөткөнүңүздү көргөм, белек кылганыңызды көргөм. Ата-энеңиз менен мамилеңиз кандай? Ата-енемен жақсы, ата әжемді. Ата-анам қазіргі таңда қолдайды барлығын. Соңғы рет ата әжемді Меккеге умраға деген ниетім болған. Сонымен ол жақта кішкене бір проблема болды, уақытын создырдық, бірақ Алла қаласа жібереміз деп отырмын. Ол жақта екінші ата әжем бар. Бізді неге жібермейсің, неге ол жақты жібересің деген сияқты. Аллам берсе, екі жақты да жіберуге дайынмын. Ол кісілер қатты қуанып қалды, дайындалып, балаша. Біз киімдерімізді алдық, жай намазымызды алдық, Бота енді тағы не алайық деген сияқты. Күшті бір сезім негізінде. Ата-эненин батасын ала бериш керек? Міндетті түрде. Сізді дағы бота қылады, дағы билбейм, Өзбекстангабы же да коңшулаш мамлекеттерге сізді таанымал кылышы ыктымал. Анан соңку суроолордун бири болсун. Казакстанда атайын вип блогерлердин бир өзүнүн топтому бар да. Анан алар эмнегедир жаңы чыгып келе аткан блогерлерди өздөрүнө кошушпайт. Мындай кошпогондой сезилет да магачы. Анан бирок сен алардын арасына топту жарып, аз убакыттын ичинде алар сени "О, Бота" деп монтип кабыл алуусуна мындай тизе бүктүрдүң да. Ол менде де болған. Мен бізде Алматыда өзінің блогерлары бар, үлкен блогерлар бар. Мен қайдан шықтым? Мен бір болаяқтан шықтым. Ал олар бір болаяқтан шыққан блогерларды жақтыртпайды. Ушундай бар екен ооба. Біз жұмыс жасаймыз, біз таңнан кешке түсіреміз. Она пошла просто в проект, зазвездилась, собрала аудиторию, нет, мы ее не признаем деп қарайтын маған. Мен өзімде андай жоқ сендермен араласам деп қарамайтын. Мен сезетін, мені жақтырмайтын. То есть мен де басымнан өткен ондай, мені де жақтырмайтын, мені де ысырып тастайтын. То есть ол әрбір творчестволық адамның бастауында болатын сияқты.
без этого никак. Мен блогер болып кеттім деп сразу number one, топ, взорву. Нет такого, не бывает. Я тоже через вот это все прошла, когда меня вот так вот, типа, чё, Кололумская, да? Чё, бір болаяқтан келген ба? Чё, она Кололумская? А, да, я не знала. То есть осындай әңгімелер болатын. Мықты блогерлар менімен танысып, бір ортада амандасып, о, да, прикольно. Подписка жасап, оказывается, ты бір болайық, да, и отписывались от меня. То есть сондай жағдайлар болатын. Айтып отырмын ғой, мен барлығынан өткен адаммын. Кейін өзімнің жаңағы еңбегіммен, өзім көзқарасыммен қоймай түсіріп, өзім сол деңгейге жеткеннен кейін ғана барып көбісі привет, бота, давай общаться. Давай коллаборацию, да? Это нормально, я никого не сужу. Это нормально, потому что олар да өздерінің деңгейіне көп жұмыс жасап жетті ғой. Сол себепті мен де көп жұмыс жасаймын. Мен ешқашан ұялмаймын. Бір болаяқтан шықтым деп, никогда. Мен сол жақтан шыққан адаммын, сол жақтан өз-өзімді енді жасаған адаммын, ұялатын ештемесі жоқ. Қазіргі таңда басқа блогерлармен, қырғызстандық мықты блогерлармен мен сөйлесе аламын. Алдында да Жібекпен кездесіп, давай сен Қырғызстанның флагын алып шық, мен Қазақстанның флагын алып шығайын. Наурыз 21 мен 22 екен ғой, давай коллаб жасайық. И сондай жұмыстар, үлкен жұмыстар басталып жатыр. Азаматсыз бота, сізге дағы да сұқтанып, сіздің сөйлегенді шықтанып, мотивация алып отырам. Анткени ақылды бір ғана улуу жаштағы емес, кейде ақыл жаштан деп қояды қырғызда. Шун үчүн сіздің ақылыңызға 5, мына ушундай өзүңүздүн контентиңизди дагы да болсо жасай бериңиз. Анткени сизди бир гана Казакстан эмес, Кыргызстан дагы көрөт. Социалдык роликтериңиз аябай бизге жагат. Анан бизди көрүп турган, сизди азыр көрүп турган көрөрмандарга каалоо тилек болсун. Мен сіздерді жақсы көрем. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Әрбір қыз, негізі көбінесе менде аудиториям қыздар. Әрбір қыз өзінің ойлаған мақсатына жетуі міндетті. Сіз егер сол өзіңіздің мақсатыңызбен жанып тұрсаңыз, сіз ол мақсатқа міндетті түрде жетесіз. Мен көп қыздарға мотивация болуға әрдайым дайынмын. Я вас люблю, я вас всегда поддержу. Осы 25-ші жыл бәрімізге берекелі жыл болсын. Ойлаған арман тілектеріңіз орындала берсін. Осылай бізді бақылап, бізді көріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Енді комментарияда күтеміз сіздерді. Чоң рахмат. Биз болсо ботага атайын программабыздын өнөктөштөрүнөн белек ала келгенбиз. Алматыга көтөрө кетиңиз, Салам Айзада долбоорунун суусундугуңузду өзгөчө кандырган бул Флавис. Флависти бүгүнкү коногубуз атайын Алматыдан бери келип отурган ботага дагы атайын даярдап койгонбуз. Бота, даамдап көрүңүз. Мен ушул суусундуктун амбассадору болом. Эгер сизге жаккан болсо, мага чалып коюңуз. Алматыга салып ийем, Міндетті түрде. Бізде Алматыда бұндай жоқ. Міндетті түрде ішіп көрем. Болду. Даамдап көрүңүз, анан сиз айтып коюңуз. Флавис ар бир тамчысы ырахат жана жагымдуу сергектик коштогон толук майрам. Анардын данындай жашооңузду жарык учурлар менен байытыңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшүңүз жана жаңылыктарга ачык болуңуз. Флавис тренд жаратуучу бренд. У каждого есть мечта. Ваши мечты – наша забота. Агентство недвижимости Мерим Инвест. Сизге чоң рахмат айткыбыз келет. 3-4 сааттык Алматыдан бери келе жаткан жолдо күлүп жайнап программабызга мыкты интервью бергендиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызда жакшы ыр бар го, Алматыга бараткан кыз депчи. Эми Алматыга аман эсен жетип алыңыз. Биз сизди Кыргызстанда кыргыз аудиториясы ар дайым колдоп, лайк басып, комментарий жазып, анан долбоорлорубузга чакырганга даярбыз. Рахмет үлкен сіздерге. Сау болыңыздар, көрүшкөнчө.